Менің есімім Алмагүл Құдайбергенова Алмагүл Күнжарқызы. Мен бұл жерге келіп тұрған себебім, бұл тек қана Көкшетауда қалалық және облыстық қана соттардың беспределі емес. Бұл Қазақстан елі бойынша осындай жағдай болып жатыр. Бұл не сұмдық? Мен бұл жерге келіп тұрған себебім де, неге қаңтарда шыққан жас балдарды Ақтөбеде, Шымкентте, Жамбылда қайтыс болып кеткен балдарды көрлеріне қасып алып, қайтадан соттатып жатқан үшін мен осы жерге келіп тұрмын. Бұл не сұмдық? Бұл тарихта әлемде болмаған практика біздің елімізде болып жатыр. Енді оны өзі атып өлтіріп бастап қойғаннан бетер, енді ол кісілерді экстремизм, терроризм статьялары бойынша соттап жатыр. Мен бұл іске жайдан жай қарап тұра алмаймын. Мені де заңсыз соттап жатыр. Ешқандай әділдік жоқ бұл елде. Сөз бостандығы, ой азаттығы жоқ бұл жерде. Бізге не то что сөйлеу, бізге ойлауға болмайды. Ойлағанымыз үшін бізді қудалап жатыр. Мына армияда болып жатқан, зорланып, қорланып отқан балалардың істермен неге айналыспайды? Сот, прокуратура, мына ішкі істер қызметкерлері неге осындайды аңдығандары бүкіл белсенділер есіктің алдында тұрады, 2-3 машинада болып, басқа жұмыстары жоқ па? Неге бюджеттен бұл кісілер айырылып алады? Әділдік жоқ, әділдікке іздеп, әділет департаментте барғанымыз үшін мені соттап жатыр, штраф салып жатыр. Неге сол үшін бүкіл әлемде Қазақстан бойынша әділдік орнауын талап етемін. Сот жүйесіне реформа керек. Сол үшін мен соны талап етемін, сол үшін келдім.